Құрметті білім алушылар, біз бүгін мәдениеттану пәні сабағынан өтетін тақырыбымыз антикалық мәдениет деп аталады. Бұл сабақта біз сіздермен антикалық мәдениет бойынша толық ақпараттар ала аламыз деп айтамын. Ендеше антикалықына тоқталайық. Антик көне, ежелгі деген мағынаны білдіреді. Ежелгі Грекия мен Рим мәдениетінің әлемдік өркениетте әрине алатын орны өте ерекше. Бұл терминді бізге алдымен итальян ойшылдары қайта өрлеу кезегінде дүниеге әкелген болатын. Грек-Рим мәдениетіне байланысты қолданған сол кезде. Грек және Рим сәулетшілері, мүсіншілері, кескіндемешілері өмір шындығын нақты бейнелеп қана қоймай, оларды өте үлкен әсерлендіріп бізге дейін жеткізді. Олардың мәдениет туындылары көне заман тарих туралы ұғымымызды кеңейтіп қана қоймай, мәдениеттің асқақ үлгісі ретінде күні бүгінге дейін өзінің мәнін жоймай отыр деп айта аламыз. Антика мәдениетінде жалпы мәдениет тарихының кез келген кезеңін алсақ та, ол баға жетпес құндылық адамзат үшін. Сондықтан да болар, ғалымдар көне мәдениеттің ішінде осы грек мәдениетіне, Рим мәдениетіне ерекше мән береді. Өйткені ежелгі Грекияның әдебиеті, өнері, философиясы ғасырлар бойы Европаның барлық елдеріне, ақындарына, мүсіншілеріне, суретшілеріне, жазушыларына, тіпті композиторларына сарқылмас шалқар шабыт беріп, шабыттандырып келіп жатыр. Келесі қайтадан антикалық мәдениетке оралатын болсақ, антикалық мәдениет латын тілінен аударғанда ежелгі грек және рим мәдениеттері деп айттық. Біздің заманымызға дейінгі 12-1 ғасырларды қамтитын дәстүрлердің, құндылықтардың, түрлі идеялардың, өнердің, мұраттардың тұтас бір жүйесі болып табылады. Антикалық мәдениет адамзат өркениетінде ең басты орын алады және ең үлкен ошақтарының бірі болып есептеледі. Зерттеушілер антикалық мәдениеттің бірнеше кезеңдерін атап айтқан. Олар архаикалық, классикалық, эллинистік және римдік кезеңдерін айтамыз. Антикалық мәдениеттің ақыры 476 жыл, бұл Батыс Рим империясының құлауы. Антикалық мәдениетте қазіргі кездегі білім, философия, әдебиеттің, құқықтың, жалпы кітап мәдениетінің іргетасы қаланды деп айтамыз. Солардың ішіндегі енді ежелгі Рим мәдениетіне тоқталайық. Рим мәдениеті көне дәуір мәдениетінің қорытындылаушы кезеңі. Ежелгі Рим мәдениетінің қалыптасу кезеңінде ол біздің заманымыздан бұрынғы 8-4 ғасырлар этрустардың сәулет өнері үлгілері пайда болды. Ежелгі ғибадатханалар, Римдегі католиктік Юпитер ғибадатханасы мысалға, кескіндеме үлгілері, сән, қосалқы өнер, этрус өнері қалыптасты. Біздің заманымыздан бұрынғы 2 ғасыр мен 1 ғасыр базиликалар, термалар салына бастады. Біздің заманымыздан бұрынғы 3-1 ғасырларда бейнелеу өнерінде портреттік мүсін, ескерткіштер, шыралғылар кең тарады. Бертін келе республика дәуірінде мүсін өнерінен эллиндік бағыт деген бағыт орын алды. Грек ескерткіштерінен жаппай осы эллиндік бағытқа көшу дәстүрге айналды. Енді монументтік сәндік кескіндеме. Монументтік сәндік кескіндеме осы кезде ең үлкен жоғарғы дәрежеге көтерілді. Мозаика, глиптика өнерлері дамыды. Сәулет өнері жалпы империяның гүлдену кезеңінде шарықтау биікке көтерілді. Сәулет өнері бірте-бірте император мен империяның ұлылығын дәріптеу үшін сол ұлылықты дәріптеу құралына айналды деп айтамыз. Ежелгі Римде ең ірі амфитеатр Колизей. Трай заманда Рим қаласындағы форумдар. Адырен кезеңде ежелгі замандағы күмбезді құрылыстардың ең үлкені, ірісі Пантеон ірге көтерді. Енді театр туралы айтайық. Рим театры ән, музыка, бидің басын қосқан тұрмыстық деңгейдегі көрсетілетін күлдіргі сахналарда өрби бастады. Біздің заманымыздан бұрынғы 300 жылы ұлттық Отелло комедиясы дүниеге келді. Біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырдың аяғында халық сауығының бір түрі мим кеңінен тарды, мим өнер кең тарады. Осы кезде трагедия мен комедияның жаңа түрі пайда болды. Алғашқыда ойын-сауықтар ғибадатханаларда солардың жанында қойылып жүрсе, кейін осы тұңғыш театр ғимаратын біздің заманымыздан бұрынғы 55-52 жылы сәулетші Помпей тастан тұрғызды. Шамамен біздің заманымыздан бұрынғы 4 ғасырда маска пайда болды. Осы маска пайда болғаннан кейін актерлік өнер одан әрі кең дами бастады. Әйелдердің рөлін ерлер орындады.
Империя дәуірінде цирк ойындары, әсіресе ежелгі амфитеатрлар мен колизейлерде гладиаторлардың сайысы қойылды. Аңшының қауіпті аңмен айқасқанын көрсететін өнер де өріс алды осы кезде. Жалпы Рим театры драматургиясы дүниежүзілік театр өнерінің дамуына үлкен жол ашты. Тіпті музыка өнерінде әскери легиондарда үлестірмелі оркестрлар жұмыс істеді. Рим цирктарда, театрларда көп адам қатысқан хор ансамбльдер пайда болды. Жалпы Рим мәдениетінің бүкіл Европа мәдениетіне қалыптасуына үлкен роль атқарды, зор ықпалын тигізді деп айтамыз. Келесі ежелгі грек мәдениетіне тоқталайық. Ежелгі грекияның мәдениетіміз көне мәдениет түрі деп айтамыз, себебі оның тамыры өте тереңде жатыр. Біздің заманымыздан бұрынғы 3-2 мыңжылдықта Грекияның негізгі мәдениетінің орталығы Крит аралы болып саналады. Грек аңыздарына қарағанда Крит аралы ұлы жебеуші найзағай тәңірі Зевстің туған жері. Аңыз бойынша гректердің ең басты құдайы Зевс бұқа бейнесіне еніп, Финикия патшайымы асқан сұлу Еуропаны алып келеді. Ал одан жаңағы аралдың болашақ билеушісі Минос туған. Атақты Геракл өз ерліктерінің бірін осы Крит аралдарында жасаған. Құтырған бұқаға бас үйреткен. Жазушы Гомер де өз дастандарында осы арал қалаларының бай екенін мақтап көрсеткен болатын. Енді ежелгі грек мәдениетінің архаикалық грек мәдениеті тоқталайық. Архаикалық грек мәдениеті ең алдымен мифологиялық сипатта болды. Әрине Гомер есімімен байланысты. Атақты грек мифтері осы кезеңде қалыптасты. Мифологиялық грек мәдениетінің ең негізгі ерекшелігі оның санкреттік тұтастығы, яғни ажырамаған бірлік түрінде болған. Грек мифологиясының тағы бір өзіндік көрінісі ондағы табиғатты құдай деңгейіне көтереді. Құдай деңгейіне көтеріп, оларды адамға жақындатумен байланысты болып тұр. Ежелгі гректердің тағы бір мәдениетінің ерекшелігі, гректердің рухани мәдениеті бүкіл адамзат өркениетінде өшпес із қалдырғанымен қоймай, ол осы өз кемеліне жеткен антикалық өнерімен де ерекшелене түседі. Енді осы антиктік дүниетанымда біз айтамыз, антикалық дүниетаным ғарышпен үйлесімділік тапқан. Яғни кіші ғарыш ретінде адам мен үлкен ғарыштың нұсқасы болып табылады. Антикалық мәдениет өрістеген үлкен классикалық грек мәдениеті әлеуметтік орта, полисті, азат тұлғамен үйлесімді байланыстыра білген антикалық адам өз болмысына мәдениеттілік өлшемдерін енгізе бастайды. Яғни, мәдениетті адам қандай болады? Мәдениетті адам ежелгі гректердің түсінігі бойынша өз бойына білімділікті жинаған, әсем ізгілікті жинаған, тән сұлулығы және жоғары сұхбаттық қасиеттерді қондыра білген. Грек философиясынан кейінгі барлық басты философтардың мәселелері осы грек философиясында талқыланған, әңгімелеген. Егер Сократқа дейінгі кезеңді біз Сократқа дейінгі философияны натура философиялық сарындар деп айтсақ, осы натура философиялық сарындар басым болды деп айтсақ, Сократ, Платон, Аристотель ол кезеңде адамға қарай бетбұрыс жасады. Яғни адамның жеке басы, оның мәдениеті, оның ұстанымы әңгіме бола бастады. Мінекей балалар, біз жалпы осы ежелгі антика дәуіріне үлкен бір саяхат жасадық. Осы саяхатымыздың соңына келе, мен сіздерге қосымша мағлұматтармен одан да әрі ой өрістеріңізді толықтырады деген сенімдемін. Ендеше бүгінгі сабағымыз аяқталды. Антика дәуіріне саяхатымыз келесіде одан әрі жалғасын табады.